Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге үйде жасалатын өте дәмді, өте жұмсақ пиццаның рецептімен бөліскім келіп отыр. Осы рецепті тапқанша мен бірнеше рецепттерден жасап көрдім, бірақ деген көбісі шыны керек қатты немесе құрғақ, қап-қалың сондай болып шығатын еді. Мен осы рецептпен жасап көрдім, прям деген тесті көріп тұрғандарыңыздай воздушный, жұп-жұқа және жұмсақ. Прям көтергенде майысып тұр ғой. Ал сонымен іске кірісейік. Ең алдымен ұнымызға дрожжымызды салып араластырып аламыз. Онан соң үстіне бір шай қасық қантымызды саламыз. Онан соң тұзымызды суға салып араластырып ерітіп аламыз да осылармен қамырды илейміз. Суыңыз қатты ыстық болмауы да керек, мұздай да болмау керек. Қол күйдіретінде қатты ыссы болса, ол дрожжды күйдіріп жібереді, қамырыңыз көтерілмей қалуы мүмкін. Онан кейін сұйық май қосып, қамырымызды илейміз. Қамырымыз жұмсақ болады өте. Қолға жабыспас үшін қамыр илеу барысында қолыңызды сұйық маймен майлап отырыңыз алақаныңызда. Міне осылай қамырымызды илейміз. Арасында түйіршіктер қалмағанша, бір келкі болғанша жақсылап араластырып қамырымызды илеп аламыз. Бұл рецептке неге ғашық болдым? Себебі бұл қамыры өте жұмсақ болады, тез дайын болады, особо көп ингредиенттер кетпейді. Сондықтан сіздермен видео түсіріп, рецепт түсіріп, сіздермен бөліскім келді. Міне осылай қамырымызды жақсылап илеп аламыз. Көтерілуге де көп уақыт кетпейді. Қатты ашытудың да қажеті жоқ. Кішкене ғана көтерілсе ғана болды. Осылай қамырымызды илеп, жылы жерге қойып қоямыз. Бұл қамырдан 2 пицца шығады. Үлкен 2 пицца, диаметрі 32 сантиметрдей болу керек, қателеспесем. Үлкен 2 пицца шығады. Пиццаны жалпы кез келген тағамды үйде дайындағанға не жетсін, себебі үйде өзіңіздің еңбекпен дәмді болып шығады ғой, тем более таза, өзіңіз таза жасайсыз балдарыңыз үшін. Көбісі весы жоқ болғасын көз мөлшермен сала салады да, сонан кейін рецепт дұрыс емес деген сияқты айтуы мүмкін. Сондықтан барынша өлшеп, нақты видеода көрсетілгендей қылып істесеңіз, прям деген күшті болып шығады бұл рецепт. Міне қолымызды майлап, жақсылап қамырымызды илеп алдық. Енді жылы жерге қойып қоямыз. Жылы болғанда енді газдың қасына қоясыз ба, барынша жылы жерге қойыңыз. Көтерілуіне көп уақыт кетпейді. Ары кетсе бір 20-30 минуттай тұру керек шығар. Оған дейін сіз ішіне салатын начинкілерін дайындап алыңыз. Начинкіні өзіңіз, балаларыңыз немесе өзіңіз қандай жақсы көресіз, сондай жасауыңызға болады. Ал енді ортасына жағатын, не дейтін еді атын білмеймін даже, кетчуп пен майонезді, қарапайым кетчуп пен майонезді араластырып, егер қызылдау болсын десеңіз, майонезін аз салуыңызға болады, немесе вообще майонез салмай қоюыңызға болады. Кімге қалай ыңғайлы, солай жасаңыз. Мен кетчуп пен майонезді 2 қасықтан бірдей пропорцияда салып араластырдым, басқа ештеңе қосқан жоқпын. Қолымызды майлап алып, қамырымыз көтерілді, 2 бірдей бөлікке бөлеміз. Және де жұқа қылып жаямыз. Оқтаумен жаяғыңыз келсе де болады, жаюыңызға болады. Қолмен де жаюыңызға болады. Қамыр өте жұмсақ болғандықтан оқтауды қажет етпейді. Формамызды майлап, менде 32 или 34 па білмеймін. Әсел печкінің әсел печкімен бірге келетін форма ғой. Диаметрін білмей тұрмын, анық. Міне осылай табамызды майлап, қолымызды майлап, осылай жан-жағына жеткізіп, бір тегіс қылып жайып шығамыз. Оқтаумен жайсаңыздар да болады, егер теп-тегіс қылғыңыз келсе. Сосын жанынан кішкене бортик көтеріп, не осындай қылып әдемілеп, ортасын тегіс деп жайып шығамыз қолымызбен. Бір жерін қалың, бір жерін жұқа қылмай, барынша тегіс болуға тырысыңыз. Одан кейін вилкамен тесіп шығамыз, пісіп жатқанда көтеріліп кетпес үшін. Одан кейін майонез бен кетчупымызды жағамыз.
Бұл рецепт мен айтпай-ақ та бәрі де білетін шығар. Просто тестасының жұмсақтығын сізге көрсеткім келді. Жалпы көбісі негізі пицца жасайды, бірақ қалың болады, немесе қатты болып қалады, немесе құп-құрғақ болады. Сондықтан күшті прям жұмсақ пиццаның рецептімен, тестасының рецептімен бөлісу деген ой ғой менде. Міне осылай бір тегіс қылып жағып алдық та, одан кейін үстіне теркіден өткізілген, ірі жағынан өткізілген, үкіштен өткізілген сырымызды саламыз. Одан кейін колбасамызды саламыз. Жаңағы айтып өткенімде начинкасы өзіңіздің қалауыңыз бойынша жасауыңызға болады. Міне осылай салып алдық колбасаларымызды. Печкіде 220-230 градуста 15 минутта, 20 минутта, 20 минутқа жетпейді даже. 12-15 минутта пісті менде. Көбірек печкіде ұстаудың қажеті жоқ. Теста піссе болды. Басқан кезде қалай білуге болады, оны шетін басып қараған кезде қайтадан көтеріліп тұрса, теста значит пісті деген сөз. Оны қызартып көп ұстасаңыз печкіде, ол қатып қалады, немесе құрғап кетеді. Міне сочный пиццамыз дайын болды. Егер рецепт сізге ұнаған болса, каналыма қолдау білдіріп, подписаться етіп, лайк басып қоюды ұмытпаңыздар.